Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын салаттың жасалу жолын ұсынамын. Мерекелік дастарханға қадірлі қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін салатты сіздер жасап көріңіз. Осы видео қызық болса, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен қиярды, ірімшікті және аскөкті ұсақтап турап аламыз. Келесі кезекте ыдысымызға ұсақтап туралған қиярды саламыз. Оның үстіне ірімшікті саламыз. Сонан соң қызыл бұршақты саламыз. Ұсақтап туралған аскөкті саламыз. Енді майонезге сарымсақты үкіштен немесе пресстен өткізіп саламыз. Менің каналымда үй жағдайында жасалған майонездің жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Жақсылап араластырамыз. Келесі жасайтынымыз сарымсақ қосылған майонезді салатқа саламыз. Қара бұрыш саламыз. Қаласаңыз өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да салаттардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте ыдысымызға салатты әдемілеп саламыз. Салатты видеодағыдай саламыз, ортасына бос орын қалдырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Мінекей салаттың барлығын салдым. Енді ортасына кептірілген нанды саламыз. Мен үй жағдайында жасадым, қаласаңыз дүкеннен сатып алсаңыздар болады. Өте дәмді, жылдам дайындалатын салатымыз дайын. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, оңай жасалатын салатты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.